Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен духовкада тефтели жасайтын боламыз. Ол үшін біз фаршымызға 2 жұмыртқамызды қосамыз. Енді оның үстіне жартылай қайнатылған күріш саламыз. Және де пияз саламыз. Енді дәміне қарай тұз бұрыш саламыз. Енді араластырамыз. Енді біз бұлардан шариктер жасап аламыз. Мінекей достар, бізден мынандай үлкен 12 тефтели шықты. Достар, енді біз оларды противенімізге жібереміз. Ең бірінші противенімізге фольга төсеп аламыз. Сосын ең астына сәбізді жібереміз. Мен оны теткадан өткізіп алдым. Енді біз оның үстіне тефтелиімізді қоямыз. Достар, біз бәрін противенімізге салып алдық. Енді біз бұны бір шетке жібере тұрамыз. Енді біз оның бетіне құятын соусын дайындаймыз. Ол үшін біз ыдысымызға қаймақ, томатный паста, енді суды құямыз. Араластырамыз. Достар, біздің соусымыз дайын. Енді біз оны үстіне құямыз. Енді біз бұны 180 градуста қызып тұрған пеште 40 минут пісіреміз. Мінекей достар, біздің тефтелиіміз дайын. Өте дәмді болып шықты. Иісі деген керемет. Егер де сіздерге менің рецептім ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар. Және комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Видеоны соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар. Ас дәмді болсын.